жарайсыңдар. Бүгін аптаның қай күні? Сәрсенбі күн. Ал ертең қандай күн болады? Бейсенбі. Дұрыс айтасыңдар. Ал кеше қандай күн болды? Сейсенбі. Тамаша, жарайсыңдар. Бүгін бізде қоршаған ортамен танысу сабағы болады. Барлығымыз кәнекей орнымызға жайғасып отырып, теледидардан назар аударамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адам өсімдіктері мен жануарлар тіршілігінің судық рөлі. Мен біріншісіндегі қазір жұмбақ жастар. Мен бұлтпын, мен тұман, мен мұхитпын, мен жылға, мен ұшамын, ағамын, шынықтыда да бола аламын. Бұл не болады? Су. Жүріс айтасыңдар. Балалар, қараңдаршы, менің қолымда мынау біздің жер шарымыз, я? Көріне ма? Үлкен жер шарымыз. Осы жер шарға бәріміз қарайды, я? Мына көкпен белгіленген, көріне? Көк түспен белгіленген, ол біздің теңіздер. Я? Теңізді балалар, орыс тілінде айтамыз, океан. Теңіз, океан. Өзен, река. Жарайсыңдар. Тамаша. Су, вода. Көрінде ма, балалар? Мынау біздің жер шарымызда көк түспен белгілегендер, ол біздің үлкен, көрінде ма? Теңіздер. Көрінде ма? Үлкен теңіздер. Осы жер шарында біздің Қазақстан еліміз белгіленген. Енді барлығымыз кәнекей теледидардан назар аударайық. Мен айтып өттім, бұл біздің жеріміздің қандай картасы, я? Қалай айтады бұны? Глобус, я? Көрініп ма саған? Глобус, я? Жарайсыңдар. Енді балалар, біздің судың тіршілігі көріне ма? Балалар, бұл бізде океан, көрінде ма? Өте үлкен океан. Океанда су қандай болады? Ащы болады, я? Ащы болады, көрінде ма? Суды, ол ащы суды біз іше алмаймыз, я? Біз бұлақтың суын ішеміз таза, я? Өзеннің суын ішеміз, ол тұщы сулар болады, түсіндер ма? Океан суы өте ащы болады, көк түсті болғасын, олар ащы су болады. Әрі қараймыз. Балалар, бұл не бізде? Өзен, река. Көрінде ме? Өзен. Өзен түсі қандай? Өте жап-жасыл түсті, я? Көрінде ме? Ол қай жерде орналасқан? Таулар арасында орналасады, және орманда. Толық айтамыз. Ол қай жерде орналасады? Орманда орналасқан, жарайсыңдар, көрдің бе? Өзендер бізді әр жерде орналасады, жарайсыңдар. Келесі қарай, балалар, бұл біздің ненің суы? Жаңбыр. Балалар, бұл ненің суы? Жаңбырдың суы, я, жаңбыр, қар ерігенде осындай бізде су болады, я, лай су дейді бұл, түсіндер ме? Лай су. Онымен біз тек қана аяқпен басып жүре аламыз. Біз онымен пайдаланамыз ба? Жоқ. Өйткені ол қандай? Өте қалай? Дұрыс айтасың. Айтты дұрыстап. Ол өте кір суде. Ол қандай су? Өте кір. Дұрыс айтады бұнан. Өте кір су, жарайсыңдар. Балалар, енді айтып өтейінші міне сендерге. Міне, судың бізге пайдасы бар, я? Бізде дүние жүзінде суды біз не істейміз? Әрқашанда пайдаланамыз. Балалар, кім біледі? Біз су болмаса біз не істейміз? Өмір сүре алмаймыз. Дұрыс айтады, өмір сүре алмаймыз. Су бізге әрқашанда керек. Сумен біз не істейміз, балалар? Қайтып өтейікші? Су ішеміз, дұрыс айтасында тағы біледі. Сумен не істейміз? Қандай пайдалы? Жуамыз сумен. Дұрыс айтады, абымызды жуамыз сосын? Тамаққа араластырып ішеміз, дұрыс айтасың, тағы не істейміз? Тағы не істейміз, балалар? Суға түсеміз, я? Суға түсеміз, сосын тағы не істейміз, балалар? Тамақтарға қосамыз ба суды? Қосамыз. Сорпаға қосамыз, балалар? Қосамыз.
Ал жануарларға керек па су? Иә, жануарларға да су керек. Өйткені жануарлар гүлдерге су керек. Дұрыс айтасың, тағы қандай жерге? Тағы жерлер керек. Тағы жерлер керек. Ағаштарға керек, дұрыс айтасыңдар. Балалар, біз сөйлейміз ғой, мысалы, иә? Біз сөйлегенде біздің аузымызда сілекейіміз суға айналады, иә? Біз әрқашанда су ішеміз, иә? Өзіміздің уақытымыз бар, су ішетін. Шөлдесек ішеміз ба? Ішеміз, иә? Сонда аузымыз кеуіп қалғанда біз істейміз? Су ішеміз. Сонда аузымызда не пайда болады? Сілекей немесе су пайда болады. Түсіндер ме? Жарайсыңдар. Балалар, былай қарап өтсек, балалар, бізге су әрқашанда керек, иә? Су болмаса, біздің жеріміз өмір сүре алмайды. Бәрі кеуіп қалады. Бізге су әрқашанда керек, иә? Су болмаса біз істейміз? Өмір сүре алмаймыз. Су болғасын біз су әрқашанда бізге керек, иә, балалар? Су болғасын біз өмір сүреміз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, судың дәмі барлық жерлер бірдей ме? Жоқ. Қандай болды? Ашық. Сосын? Дәмді. Тұщы болады, тұщы дәмді болады. Жарайсыңдар. Судың әртүрлісі болады, иә? Тамаша. Теңіздің суы қандай, балалар? Ашық. Бұлақтың суы қандай? Дәмді. Жердің суы қандай? Кір. Жердің суы кір болады, дұрыс айтасыңдар. Балалар, міне сендерге айтып өттім, иә? Бұл біздің қардың суы, жердің суы, да? Балалар, енді тағы өтіңіз, бізде су қайда тағы пайда болады? Қысты күндері не болды бізде? Қар ергенде су болды, сосын тағы не болғанда? Жаңбыр жауғанда су болады. Дұрыс айтады, сосын мұз ергенде су болады. Су болады, дұрыс айтасыңдар. Мұз ергенде де су болады, көрдіңдер ме? Бізде суға не істеген балалар суды? Суға мусор тастап, лай суды тастайды, қойып. Біз ол үшін балалар тазалықты сақтау үшін біз өзенге қашанда не істеу керек? Ешқандай жамандық істемей, қоқыстарды лақтыруға болмайды, тыйым салынады. Өйткені көрдіңдер ме? Бұны біз теңіздерге, суларға осындай қоқыстар салса, біздің суымыз қандай болады? Өте нашар, жаман су болып пайда болады. Сондықтан әрқашанда біз не істейміз? Суымызды таза ұстау үшін қоқыстарды лақтыруға болмайды, дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Балалар, біз қазір дидактикалық ойын ойнаймыз. Дидактиканың ойын аты су кімге қажет. Сендер мына суретке қайсы суға байланысты суретті сызып, ал қайсы суға байланысты емес суретті істейсіңдер, сызып тастайсыңдар. Сендерге түсінікті ма? Иә. Жарайсыңдар. Енді жұмысқа кірісеміз. Балалар, қараңдаршы, қайық. Неге сен қайықты белгіледің? Себебі мынасіне суға зірше батып. Самокат та суға батып. Қайық? Қайық суда жүзеді. Дұрыс айтасыңдар. Айеле, сен неге бұны таңдадың? Өйткені? Не үшін таңдадың? Сумен жүргенде аяғым су болмайды. Ал сен аяқ киімді кисең, кроссовкиді кисең, аяғың су бола ма? Иә. Мынау тәпішкен кисең, аяғың су бола ма? Иә. Сондықтан сен резиновый аяқ киімді таңдадың, иә? Айлана, сен неге күрішкен таңдадың? Өйткені суды күрішкеге
Мал салғышқа? Жоқ. Жарайсың, тамаша. Медина, бұл бізде не? Теңіз. Сен неге теңіз транспортты таңдадың? Өйткені рациональный велосипед суда Батып. Жарайсыңдар, тамаша. Достым, бұныға істедіңдер. Аида, сен неге мына етікті алдың суға батпау үшін? жаңбыр Айта. Өйткені жаңбыр жауғанда аяғың су болмайды. Ал мына аяқ киімді кисең су бола ма? Ал мынау тәпішкені кисең аяғың су бола ма? Болады, тамаша, жарайсыңдар. Жарайсыңдар бола. Сендер дидактикалық ойынды жақсы орындадыңдар. Қанекей, қарындаштарды оғланымызға саламыз. Садалық ойынымыз судың даусында. Барымыз, мұқият тыңдаймыз, е? Ойынды қойғанда сендер тыңдайсыңдар. Сосын, кім білет, сол суды қолдарын көтеріп, маған не істейсіңдер? Айтып бересіңдер, түсіндіңдер ме? Иә. Тамаша. Жоқ. Дұрыс айтасың, теңіздің суы, тамаша. Келесі. Кім біледі? Жаңбырдың. Дұрыс айтасың, жаңбырдың су көрдің бе? Так, келесі соңғы. Қандай? Біз шомылатын су. Тамаша. Сендерге ұнаған балалар? Практикалық ойын. Жарайсыңдар балалар. Сендер бүкіл тапсырманың орындадыңдар, я? Су туралы біз білдік, я? Су бізге не үшін қажет екен? Қанекей, бір тынығы балалар, сендер шашаған шасыңдар, я? Сергей түсәріп жасай. Барлығымыз маған қараймыз. Қанекей, балалар біз ауа-райға байланысты, қанекей, сергіту сәтін жасаймыз, я? Теңізге барамыз, өзен бойында шомыламыз, я? Жаңбырдың астында қолымызды ұстап ойнаймыз. Қабылдар сумен, я? Стақанға суды құйып, ішеміз. Жарайсыңдар. Ұнады ма сендерге? Балалар, қанекей барлығымыз қазір біз тәжірибе жасауға эксперимент алаңына барып тәжірибе жасаймыз. Осы біздің дидактика ойынымыз су тіршілік көзі. Дейміз. Бірінші фартукеміз сабынан су. Қанекей оны бөлесек, ше? Балалар, қараңдар. Біз барлығымыз отырмыз, я? Алдамызда не тұр? Тап-таза мөлдір су тұр. Топырақ, жарайсыңдар балалар. Міне балалар, менің алдымда көрдіңдер ме? Ең бірінші месінелер көрсетемін. Қалай жасайтын, я? Міне 3 стақанын қойып қойдым. Көрдіңдер 3 стақанға. Мен қазір бірінші не істеймін? Бұл таза су мөлдір, я? Бірінші мен аламын. Сәміз қойымыз. Тұзды саламыз. Болғаймыз.
Көрінеді ме? Келесі қантты аламын. Бұлға біле. Келесі мен қазір аламын. Топырақ болады. Топырақ қылай. Енді бәріміз қарайтын. Мынау бізге тұзды су, я? Таза шықты ма? Таза. Бірақ дәмі қандай болды? Ащы су болды. Ал ащы су қандай жер? Қай жерде олар орналасқан? Теңізде орналасқан дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Балалар, біз оған не қостық? Қант қостық. Қантты салғанда бұл қандай болды? Өте дәмді болды. Тұщы деп санауға болады, тұщы. Көрінген ме? Мен бұлғадым, алақанды. Бұл қанды не қостың? Топырақ қостың. Түсі қандай? Лай. Бұл су қай жері болады? Жаңбыр жауғанда, я? Қар жауғанда сазғы осындай лай су шығады, я? Көрінген ме? Түсінікті ме сендерге? Енді балалар, сендер қазір өздеріне ғана тек қана суды, немесе тұзды, мысалы, сен немесе топырақты салып, өздерін тәжірибе жасап көресіңдер. Амина, мысалы сен қан салып келсе, қан саласын арнұр, тұз салып келсе, тұз салып, араластырып, барлығымыз тәжірибе жасаймыз. Бастаймыз. Алға. Мақ тұздан алмайды. Бір-біріне келіп отырлаға. Екі қасық қасық. Бұлға да қасық орнына қоя сал, я? Тамаша. Балалар, бұлға болғаннан кейін қасықты қайтып орнына қойыңдар. Басқа балалар алып, мүмкіндік болып, тәжірибе жасасын, я? Бұғанды? Бұғанды ма бәрін? Ала ғанында. Қасықты берді қасық. Қасықты берші? Айон, қасықты берші? Қазір тағында. Бағыстан ғолы қазір. Жарайсыңдар. Енді қасықтарды тәрілкеге салып қойыңдар. Тәрілкеге, я? Қан орларына қойып қойыңдар. Енді балалар қараймыз. Мен әр қайсынан сұраймын. Медина, сен тәжірибе жасауға суына не қостың? Құммен тәжірибе жасады. Құмды алды. Құмды сен салды суға. Не болды? Су? Лай болды. Ол суды біз іше аламыз ба? Жоқ. Оны ішуге болмайды, я? Суды тазартатын өзінің әдісі болады. Сол арқылы су тазарады, я? Жарайсың. Мансұр, сен не қостың? Қант қостың. Қант қосқаннан кейін қандай болды су? Дәмді болды. Дәмі шығады, я? Қантты. Мысалы, біз балабақшада бізге не пісіріп береді? Компот пісіріп береді, я? Әркімде. Кесел пісіріп береді. Біз не істейміз оны? Ішеміз. Оны немен аламыздар, балалар?
Қантпен араласады, компот жасағанда жидектерден, көп Айғаны сен не қостың? тұз қостым, Тұзды қосқанда суың қандай болды? Ашы болды, ашы болды, дұрыс айтасыңдар, тамаша. Балалар, сендерге түсінікті ме енді? Судың қандай пайдалы болды, Мынау бізде лай су, оны тек қана біз далада жаңбырда келген су деп болады. Бұл су дәмді су. Балалар, мына тұзды су, Тұзды суды біз не істейміз? Көбінесе қайда пайдаланады? Тұзды біз көбінесе тамаққа пайдаланамыз, Ал қантты салдық суға біз оны қайда пайдаланамыз? Сусындарға пайдаланамыз, Бұл суға біз не қостық? Топырақ қостық, ол лай су болды, Бұл су лай сумен тіпті жаңбыр жауғанда, сонда ғана біз жүретін су, Алар, сендердің алдарында не жатыр? Қылқалам жатыр, және бояу жатыр, әртүрлі түсті бояу жатыр, Көрінде ме? Балалар, мен сендерге көрсетемін. Міне бала қараңдар. Мен бірінші қылқаламды алып, сосын сендер менен қайталайсыңдар, Қылқаламды алып, мен бір түсті аламын. Міне, сары түсті алайын, Сары түсті алып, ақырын ғана қосайын, мен істеймін. Бояймын. Көрінде ме? Бояймын. Қандай түспен боядың? Сары түспен көрсетасың. Енді қараңдаршы, мен бұны қазір суға салғанда, бұл не істейді судың ішінде? Тазарады. Ұстап қойып. Балалар тазарды ма? Тазарды, Балалар, көріңдер ме, қараш? Менің парағымдағы түсі не істеді? Судың ішінде тазарып қалды, Тазарып қалды ма, балалар? Тазарып қалды, көріңдер. Балалар, түсініп пе сендерге? Барлығымыз сәл ғана кішкене бояп, сосын стақанға салсақ, балалар, суымыздан жаңағы боялған қағазымыздың бояуы кетіп қалады. Сақ түрінде сәлем. Енді суға сал. Салау сал. Салдыңдар ма? Енді суда қараңдаршы. Біздің бояуымыз, қағаздағы бояу кетті ме? Кетті, тазарды, Судан тазарды. Енді қоямыз барлығымыз, қағаздар орларына қойды. Барлығымыз қолдарымызды сүртеміз. Сендерге тәжірибе жасауға ұнады ма, балалар? Ұнады, Біз не істедік? Қан салып, судың айырмашылығын білдік, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Және біз қағазымызға бояуды бояп, суға салып, не істедік? Бояуын шығардық. Балалар, біздің суымыз бояулардың бәрін тазартады. Түсіндер ме? Сендерге сабақ ұнады ма, балалар? Жарайсыңдар, бәріміз бір-бірімізді